Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4-й Власинфо көрермендері. Мына елдің ішінен шыққан қарапайым депутатқа үміткерлерге мына арнайы халықтың өзі көмектесіп жатыр. Мына жерде міне Айзере дүкенінің иесіне алғысымыз шексіз. Қалада Магнит сияқты ірі сауда кешендерінің жаңағы басшылары халыққа тегіннен өзінің азаматтық позиция үшін осы жастарға біз өзіміздің жаңағы дүкендерден орынды береміз деп халықты қолдап жатқан. Міне халықтан айналайын. Осындай азаматшалар тұрған кезде Қазақстан еш уақытта төмен болмайды. Неге дейсіздер ғой? Себебі халықты халық қана көтереді. Енді ана аманаттың меценаттары, мықтылары енді бәленбай ақша төлеп осындай жерлердің бәрін сатып алып қойыпты қалада. Орын жоқ деп біз жаңағы қарапайым халық мұңаймады. Халықты халық көтеріп кетті мінекей. Өте жақсы ауызбірлікпен міне барлығы ешқандай күшсіз, ешқандай төлемақысыз міне барлығымыз міне жүгіріп бір кісіде ат салысып мінекей. Депутаттыққа үміткерлер мінекей. Депутаттар деп аузыма түсіп тұр. Аузыңа май деп айтады ғой ондай кезде қазақ. Мінекей. Қазақтың азаматтары елім үшін, жерім үшін деп жүрген азаматтарды ел үшін, жер үшін ойланатын азаматтар қолдап жатыр. Осындай кәсіпкерлерге, осындай жаңағы өте жауапты кезеңде осындай ерлік жасап жатыр. Мәрттік жасап жатыр, жомарттық жасап жатыр. Адамгершілік танытып жатыр. Соған мың алғыс. Халық айтса да қалып айтпайтынына, халықтың пейілі кең болатынына, халықты халық қолдайтынына біздің күмәніміз жоқ. Жаңа Қазақстан осылай, әр кірпіші осылай қаланады, құрметті қазақстандықтар. Мына енді осы азаматтарымызға өзіміз бір кісідей дауыс беріп, ел үшін, жер үшін деп жүрген азаматтарға, мүмкіндігі шектеулі жандарға, кәсіпкерлердің ішінен шығып кәсіпкерлікті қолдайтын азаматтарға, жас мамандарға, өз сияқты жас мамандар мүддесін қорғайтындарға, халық үшін жүгіріп жүрген, осы жастар үшін жүгіріп жүрген азаматтарға шынайы қолдау көрсетесіздер деп ойлаймыз. Мінекей осындай кезде қазақтың осындай мәрттігін, қазақ халқының кең пейілін, адамгершілігін көрген кезде өзімнің қазақ екеніме мақтан алам. Халықтың ішінен шыққан осындай азаматтық танытып жатқан кәсіпкерлерге мыңда бір алғыс. Қалған дүкендердің бәрі ана үлкен City Plus сияқты, Magnum сияқты жаңағы үлкен дүкендерге барған бізде ақмақпыз негізі. Соларға жаңағы шынайы азаматтығымызды айтып, жаңағы еліміздің, жеріміздің азаматтарын қолдаңыздар десек, әрқайсысы 100-200 мыңнан бізге. Ал енді өкіметтің өзінен жаңағы сайлау учаскесіне бөлінген ақшаның өзі құны 350 мың теңгеде, оның шектеулері және көп. Ол ақшаның өзі де жетпей жатыр. Осы мына баннерларды шығару, тарату сияқты дүниенің өзіне де жетпей жатыр. Бірақ халық қол жайып жатқан жоқ. Соны жеткізуге шамамыз келгенше аннан мынаны сұрап деп, біреудің ағасы, біреудің тәтесі, ағайын туыс бауырлары деген секілді қолдап, мінекей әйтеуір бұлай енді аманаттың депутаттары, жаңағы қалталы азаматтары күліп отырған шығар. Қарға бүркітке ілескен деп шат айырылды деп, шаттарың айырылып жатпасын деп айтып жатқан азаматтарды естіп жатырмыз. Енді қалжың ретінде ол енді жаман ойлап қалмаңыздар, бірақ енді бір Алла біледі. Жаңа Қазақстанға сенеміз. Жаңа Қазақстан осындай халықтың игілігі үшін жүрген азаматтарға, мына кәсіпкерлердің ішінде адамгершілігі бар, ақша деп өлмей, сол керісінше осы елім, жерім, еліме беттей бір пайдамды тигізейінші деп жүрген кәсіпкерлерге мың алғыс. Мына Айзере дүкені, Тараз дүкені, одан кейін Магнит сияқты дүкеннің иелеріне мың алғыс. Халықпен бірге болғандарыңыз үшін, ел басына күн туғанда сіздер сенімді халықтың өкілі екеніне мен көзім жетіп, өзім қазақ екеніме мақтанып тұрмын. Ал енді саяси дода деген соң ол саяси ойын. Енді көрейік, бақ сынап көрсін. Мен осы мына қарапайым халықтың ішінен шыққан үміткерлер үшін жаным ауырады, себебі мен де халықтың өкілімін. Кезінде Нұр отан болғаннан бастап жұмыс жасағам. Абирін көрген жоқсыздар. Оның ішінде көп азаматтардың тағдырын айтатын болсам, менің тағдырым ойыншық болып қалама деп те кейде ойлаймын.
олардың жасаған қылмыстарын ойлайтын болсам, көз алдымнан өткізетін болсам, сол уақытта істеген жұмысымды, мысалы, бір керемет сондай бір үлгі тұтатын азаматтар аз болды ол жерде де. Басымды шауып тастаса да айтатын ақиқат сол енді. Сонымен қатар кешке шейін мені өсектеп, менің тағдырымды жаңа көрінген отырғыстарда сөз қылғанша өздері неге міндерін жөндеп алмайды екен деп ойлаймын мен. Шын мәнінде олардың жасаған әрекеттерін, жіберген кемшіліктерін айтатын болсам шіркін, қылмыстық кодексте бап жетпейді ау сол. Бірақ оның бәрін ойлап айтатын болсаң, бір адамның тағдыры жетпейді. Сондықтан әркім өзінің жаңағы деңгейінде жүре береді. Каждый судит по своей мере испорченности дейді ғой орыстар. Әркім өзінің деңгейінде есептейді барлығын. Сондықтан айтқым келгені, аманаттан шыққан азаматтарға да енді халық өкілі болсын, меценаттар болсын, жаңа қалталы азаматтар болсын, енді саяси додаға қатысып, бір ескі Қазақстанның кейпін арқалап жүр ғой. Ал енді бұл азаматтардың барлығы жаңа Қазақстанның бір кірпіші болып қаланып, сол жаңа Қазақстанда бастайтын азаматтар халық қолдайды деп мен сенемін. Тек ақиқат болса болғаны да. Дауыстар сатылып, қалталы азаматтар өзінің білгенін істеп, қазір колледждің студенттерін сатып алып жатыр. Түрлі жерде алдын ала дауыс беруді жаңағы нық қойып жатқан азаматтар да бар деп естіп жатырмыз. Сондықтан енді көреміз. Біздің үмітіміз осы халықпен бірге. Халық жеңеді деп мен сенемін соған.